Қыздар, сәлем баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін өте күшті, дәмді, тез дайындалатын пирогпен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті заттар: 1 жұмыртқа, 50 грамм қант, 2 күнбағыс майы, үлкен ас қасықпен саламыз. Күнбағыс майы және де 1,5 қасықтай сүт құямыз. Көп ингредиент қажет емес бұл жерде. Және де 1,5 үлкен қасықпен какао саламыз және де бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Іртік болмауы қажет. Өте дәмді пирог, қыздар, күшті, жасап көріңіздерші. Сода мен уксусты күйдіреміз дағыны саламыз. Болмаса қамыр қопсытқыш салсақ та болады. 60 граммдай ұн қажет болады бізге. Соны салып, жақсылап тұрып араластырасыз, іртік болмағанынша. Және де газды қосып қыздырып алуыңыз қажет. Қызып тұрған пешке ғана салсаңыз пирогыңыз жақсы болып піседі. Қатты көтерілмейді, бірақ өте жұмсақ, өте нәзік пирог болады. Мінекей мен салып, жарты сағатта пісіп қалады. Себебі өте жұқа және де өте кіші мөлшерде жасадым. Бұл мөлшер 5 адамға ғана, бір данадан ғана тиеді. Сондықтан сіздер мөлшерін ұлғайтсаңыздар да болады. Себебі адам басына қарай ұлғайтып пісірсеңіз де болады. Мінекей қаймаққа қант ұнтағын саламындағы араластырып, жақсылап тұрып, бізге үлкен ас қасықпен 4 қасық қаймақ қажет болады. Және де сүтпен пропитка жасаймыз. Бірінші жақсылап тұрып сіңдіреміз сүтпен, және де үстінен жаңағы қант қоспасымен жасалған қаймақты жағып шығамыз. Өзіңіздің талғамыңызға қарай осындай тосап қойсаңыз да болады. Мінекей мен шоколадты өткіздім, шоколадты өткізсеңіз болады через терку. Өзіңізге ыңғайлы бөлікпен бөліп шайға ұсына берсеңіз болады. Өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанка. Лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар.